Баршаларыңызға сәлем, мен YouTube көрермендерім. Мен бүгін сіздерге өте пайдалы ақпаратпен бөліскелі отырмын. Сол үшін видеоны соңына дейін қарап, подписка жасамасаңыздар, подписка етіп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Маған өте важный болып тұр, өте қажет болып тұр. Сол үшін қазақ қыздарымызға қолдау көрсетсеңіздер деймін. Ал енді бүгінгі мен айтатын тақырыбым баланы омыраудан шығару. Білеміз, бәріміз баламызды еміздіргеннен кейін әрине оны бір күні омыраудан шығаруымыз қажет болады. Ол балаға да, анаға да өте депрессивный сондай жағдай болады. Ең алдымен бұл жерде біз бірден шығармауымыз керек. Бір аптада деген сияқты 3-4 күнде олай шығаруға болмайды. Анаға да, балаға да айтқандай ауыр тиеді ол. Және де баланы 2 жаста уже омыраудан шығаруымыз керек. Уже 1 жас 9 ай деген сияқты, 10 ай деген сияқты. Сол уже жақсы уақыт. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті бойынша, және Құранда солай жазылған. Және де ол медицина тұрғысынан да қарағанда, уже 2 жастан кейін ананың сүтінде уже витаминдер қалмайды. Витаминдер көп бөлінбейді ананың сүтінде. Ал бала ол сүтті ішіп алуға, енді емгеннен кейін еме берем дейді, көп тамақ жемейді, обычно солай, сол үшін балаға кәдімгі тамақтармен қоректеніп, солай витамин алған баланың иммунитетіне жақсырақ болады. Ал енді баланы омыраудан шығаруды бастаған кезде біз 1 айлап, 2 айлап та шығарамыз. Ең алдымен бастаған кезде тек түнде еміздіреміз, немесе күніне 2 рет. Азанда және кешке солай ұйықтайтын кезінде ғана деген сияқты солай еміздіреміз. Одан кейін жайлап оны мысалға ең алдымен 4 рет бастадыңыз ба, күніне тек қана 4 рет омырау бересіз балаға. Одан кейін 1 ай бойы солай үйреттіңіз, одан кейін 2 рет. Уже одан кейін солай үйренгеннен кейін бала да уже көне бастайды. Және де сіздің омырауыңызға да сүт көп жиналмайтын болады. Яғни сізге де ол жағдай мастит деген сияқты аурулардың алдын алады. Сізге де қиындық тудырмайды омыраудан шығаратын кезде. Сол үшін осылай постепенно шығарғаныңыз дұрыс. Ал енді постепенно шығардыңыз, ең бірінші айда 4 рет бердіңіз балаға, күндіз 2 рет, түнде 2 рет деген сияқты. Немесе тек қана түнде бересіз, күндіз бермейсіз. Ол уже келесі айда, келесі айда тек қана түнгі уақытта бересіз, күндіз бермейсіз. Сұраса да бермейсіз. Ал одан кейін уже баланы мүлде емшектен шығарамыз. Емшектен шығарған кезде мен өзімнің тәжірибем бойынша мен ащы бір мазь, аты қандай еді, мазь емес даже, атын ұмыттым. Бірақ осы ащымен негізі қорқытқан балаға жақсы екен, уже ембейді. Одан кейін менің баламда солай болды. Мен ащыны жақтым, ащы какой-то бір зат еді, оны мен ұмытып тұрмын дәл қазір атын. Ащы кәдімгі келімдер бар ғой, соны да жағып қойсаңыздар болады. Ащы келімдерін жағып, ауыз ашып дейді. Жарайды, ауыз ашығанда тұрған ештеңе жоқ. Соны жағып, одан кейін ащы деп солай айтсаңыздар, балапандар өзі-ақ қорқып оны ембейтін болады. Осылай шығарғаннан кейін басында енді баламыз шықты, солай баламызды көндірдік, баламызға ол кезде бір кісілер болады, басқа жаққа апарып тастайды баланы, өзін көрмесем ойламаймын деген сияқты. На самом деле олай емес. Тіпті мен өзімде даже ондай емес. Сол үшін айтып жатырмын. Мен мысалға баламды көрмей қалсам, уайымдап кетемін. Бірінші садикке берген кезде де қалай болып жатыр екен, қалай не істеп жатыр екен, жылап жатқан жоқ екен деп солай жүрегіміз, біздің миымыз, ананың жүрегі деген қатты уайымдайды ғой. Солай біз миымыз уайымдаймыз, және де ол уайым
баланы ойлай бергеннен кейін сүтіміз не қылады, этот көбейе береді. Ал қасымызда жүрсе біз жұбатып аламыз. Болмаса жылап жүргеннің өзінде біз қатты уайымдамаймыз, қасымызда болғаны дұрыс негізінде. Балаға сол кезде өзі жейтін жақсы компот, шырын немесе өзі ішетін соктарын солай дайындап қоясыздар. Түнніңгісін азанда бір рет, кешке бір рет бутылкамен сүт бересіздер, немесе өзі ішетін болса кесемен деген сияқты. Ал жаңағы компот, шырын, шай деген сияқты түнде жылағанда сондай тәтті заттар беріңіздер. Асқазанға ауырлық етпейтін сондай заттарды бергендеріңіз дұрыс. Себебі асқазаны ауыр болып сүт берсеңіздер бұзып алуларыңыз мүмкін. Және де айтарым, балада енді бәрі жақсы, ол жайлап көнеді постепенно. Балада бір күн жылайды, екінші күн сәл может жылайды, үшінші күні уже көнеді. Ал бұл кезде ананың жағдайы қиын болуы мүмкін. Себебі омырауға сүт жиналады, ол ыстығын шығарады. Омырауға сүт жиналған өте қиын. Менің басымнан өткен жағдай. Сол үшін сіздерді түсініп отырмын. Және де айтарым, ол кезде бірінші күні омырауға жиналды, тырсылдады омырауларыңыз. Тырсылдап кәдімгідей сүттер, камфорный масланы аласыздар, алдын ала дайындап қойыңыздар. Және де бір хыбы ауа жіберетін сондай бір просинамен жақсылап көкіректеріңізді байлайсыздар, қысып тұрып. Қатты қысаңыздар енді. Бірінші күні сауып тастайсыздар. Сол камфорный масламен айландыра уқалап отырып сауып тастаңыздар. Одан кейін уже қатты олай жинала бермейді. 2 жастан кейін шығарсаңыздар вообще күшті болады. Себебі 2 жастан кейін шығарғанда уже сіздерде малдарды суалу деп айтады ғой. Уже де бізде де сондай жағдай болады. Сүтіміз көп болмайды. Және де біз деген айттым ғой, жайлап үйреттік қой біз. 2 рет еміздіріп, 4 рет еміздіріп, вот соны істесеңіздер де көкіректеріңізге уже сіздер дайын болады, уже көкіректеріңіз көп сүт жиналмайды ондай. Бір рет сауып тастайсыздар, одан кейін уже көп жиналмайды. Жиналып жатқан жағдайда қатты прям тырсылдап сондай болып кетіп жатса, онда сауып тұрыңыздар. Бірінші күні бір рет сауыз, екінші күні бір рет сауыз, уже үшінші күннен бастап жайлап жібереді, уже босатады. Бірақ сонда да ол кезде сақтық шаралары болу керек. Мұздай ішпейміз, себебі мұздай болғаннан кейін көкірегіміз суықтап, жағдай без тастауы мүмкін, без болып қалуы мүмкін. Сол үшін мұздай ішпейміз, салқын жүрмейміз, жақсылап киініп аламыз, сыртымыздан жилеткамызды киіп, сондай шараларды жасайтын боламыз. Аяғымызда носки болады, как положено, қандай мезгіл болса да, даже жаз болса да, даже сіз қазір бұл видеоны жазда көріп отырсаңыз да, кәдімгі носкимен, жилеткамен жүруіңіз қажет. Солай болу керек. Себебі сосын ең соңғы этап уже сіздерде аз қалады, где-то бір апта, 2 аптадан асқаннан кейін уже көкіректеріңізде сүт уже босап қалады. Бірақ болады, ішінде аз қалады. Может, шамалы тамырларыңыз ісіп кетуі мүмкін. Сол кездерде жақсылап істейтіндерді айтайын ба, сол кездерде жақсылап парға барасыздар, баняға, парға отырасыздар. Парға отырған кезде тоже тағы да көкірегіңізге массаж жасап, қалған сүттің бәрін қысып тастайсыздар. Сонымен сіздерде уже жаңағы ол проблема деппін ғой, емшектен шығарады. Сонымен солай сіздер емшектен шығарасыздар балапандарыңызды. Бұл емшектен шығару дегеніміз балапанымызды бір этапқа өсіру болып та табылады, былай қарап тұрсаңыздар. Және де сіздер егер де балаңыз тек қана еміздіріп жүрген болсаңыз, оны әрине сүтке үйретесіз. Сразу тамақ берсеңіз, ол ауырлық болып асқазаны ауыртып алуыңыз мүмкін. Сол үшін даже қолдың свежий сүтінің өзіне шай қосып, кішкене солай үйретіп аласыздар. Егер де бұрын бермеген болсаңыздар, асқазаны
ондай қатты жидкость жаңағы майлы сүтке үйренбеген болса ауыртып алуыңыз мүмкін. Сол себепті балапандарыңыздың асқазан ауруын алдын алып, осындай шай қосып, жарты бутылка сүт, жарты бутылка шай етіп, басында солай үйретіңіз. Басында тәтті қосып беріңіз, кейін үйрете бересіз, уже тәттісіз етіп. Басында енді ембей қою мүмкін ғой. Сол себепті. Ал достар, сіздерге осы бір этапта сіздерге көмегім тиіп жатса, мен өте қатты қуаныштымын. Балапандарыңызды сүттен аман есен шығарып, жақсы үлкен жігіт етіп тәрбиелеп берулеріңізге тілектеспін. Жақсы, сау болыңыздар. Және де осы маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар.